Бірінші нұсқа 26-шы есепті талдайық. Бізге мынандай қандай да бір комплекс саны берілген дейді. Z тең 2 плюс 6i бөлінген 1 минус 2i. Енді айтады, осы Z санын мына түрде жаз дейді. Яғни тригонометриялық түрде жаз дейді. Еще шарт қояды, мына қараңыздар. R қандай сан болу керек дейді? Оң сан болу керек. Және біздің мынау тетта деген бұрышымыз минус пи мен пидің арасына жату керек деген шарт бар. Енді ойланайық. Бізде мына берілген өрнек тригонометриялық түрде жазу үшін, значит, бізде комплекс сан қандай түрде берілу керек бізге? Мынандай а қосылған б ай түрінде берілу керек. Енді берілген өрнекті қарайықшы. Берілген өрнек немен беріліп тұр бізде? А плюс б ай түрінде берілмей тұр ғой. 2 плюс 6i бөлінген 1 минус 2i. Яғни бөлшек түрінде беріліп тұр. Біз мынау а плюс б ай түрінде жазуымыз керек. Енді оны қалай келтіреміз? Енді ескеретін нәрсе, бөлшектің бөлімінде не тұр бізде? Ай деген нәрсе тұр. Енді естеріңізде болса, бөлшектің бөлімінде ай деген нәрсе болмау керек. Енді біз содан құтылу үшін кәдімгі иррационалдықтан құтылу әрекетін қолданамыз. Яғни осы 1 минус 2iға түйіндесті көбейтеміз. Түйіндестеп, осы екеуінің сандары да әріптері бірдей, тек ортасындағы амал мына жақта минус болса, мына жақта плюс болып жазыламыз. Дәл осыны алымына да көбейтеміз мына. Енді осыны көбейтіп шығайық. Мыналарды енді жақша түрінде көрсетіп қояйық мына. Чтобы түсінікті болу үшін бір деп қояйын, шатасып кетпес үшін. Мына жақшаны, значит, мына жақшаға көбейтуіміз керек. Енді көбейтіп жіберейік. 2-ні мынаған көбейтсең 2 плюс 4i, мен енді бәрін толықтай ашып жаза берейін, өйткені түсінбей қалуларыңыз мүмкін. 6i плюс 12i квадрат. Енді бөлімінде бұл қысқаша көбейту формуласы. А квадрат минус б квадрат. 1 минус 4i квадрат. Енді ықшамдайық. Алымында 2 деген сан бар. Енді 12i квадрат. Бағана біз айтып кеттік есептеуде. i квадрат ол нешеге тең дедік? Біз енді минус 1-ге тең. Осы шартты қолданайық. i квадраттың орнына минус 1 қояйық. Сонда 2, минус 12 мен неше болады? Минус 10 болады. 4i мен 6i бізге қосылады, неше болады? Плюс 10i болады екен. Енді бөлшектің бөліміне кірсек. i квадрат бізге минус 1-ге тең. Оны 4-ке көбейтсең плюс 4 болады да, асты 5 болады. Енді мына түрде әдемі түрге келді. Енді осыны ықшамдайық. Одан бүйтіп жазуға болады ғой. Бөлшек минус 10 бөлінген 5 арасында қосу бар. 10i бөлінген 5 деп жазуға болады бөлек-бөлек. Енді осы бөлек-бөлекті пайдаланайық. Енді 10-ды 5-ке бөлсең неше қалады мына жерден? Минус 2 қалады. Мына жерден не қалады? Плюс 2i қалады екен. Яғни мына біздің z комплекс санымыз қандай түрде жазылды? Жазып қоя салайық. Z тең минус 2 плюс 2i түрінде жазуға болады екен. Вот міне x плюс y, яғни a плюс b түрінде жазып алдық. Енді осыны тригонометриялық түрге айналдыруға болады. Біз бірінші несін табамыз? R керек дейді. R дегеніміз ол бізде, ол не деген сөз? Яғни мына комплекс санның ұзындығын тап дейді. Ұзындығын қалай табатын едік? Ол үшін мынаның нақты бөлігі, яғни мына минус 2-нің квадратына қосамыз 2-нің квадратын. Сонда неше шығады? 4, сонда түбір асты 8. Немесе оны ықшамдап жазайық. 8 дегенде біз 2, түбір асты 2 деп жазуға болады. Міне, R-ді таптық. Енді маған не керек? Тетта керек. Ал тетта дегеніміз ол аргумент. Яғни аргументті қалай табамыз? Arg-z деп қояйық. Ол үшін біз нені қолданамыз? Арктангенсті қолданамыз. Арктангенс жорамал бөлікті нақты бөлік. Жорамал бөлік айдың алдында тұрған сан. Яғни біз мына 2-ні бөлеміз нақты бөлігі нешеге тең? Минус 2. Бірақ біз оның плюспен аламыз. Сонда неше болады бізде? Арктангенс 1 болады да. Ол арктангенс неше градуста 1-ге тең? Ол 45 градуста болады. Енді осы жерде бір нәрсені ескеру керек. Біз комплекс санды жаққа салып алатын болсақ, арган диаграммасын салатын болсақ, мына жерде ре өсі, нақты өс, мына жерде им, жорамал өсі деп алатын болсақ, минус 2. Минус 2 деген сөз міне. Реалдың бойында минус 2 де жатыр. Ал плюс 2i десе, имейджер, яғни жорамал бөліктің үстіндегі 2. Осы екеуінің қиылысында пайда болған нүкте ғой мынау z деген комплекс сан. Енді ол қандай бұрыш жасайды? Координата басымен қосайық. Сонда бізге мына жердегі бұрышты сұрап тұр ғой. Ол жердегі бұрыш неше градус болмайды? 45 градус болмайды. 45 градус дегеніміз ол міне жеріміз біздің. Бізге мына үлкен бұрышты табу үшін не істеуіміз керек екен сонда біз? Сонда тетта деген бұрыш бізде 180 градустан азайтамыз 45 градусты. Тең неше қалады сонда? 135 градус қалады екен. Міне теттаны таптым.
Енді бәрін таптым ғой. R бар, тетта бар. Енді жасайық. Сонда Z тең, тригонометрия R-дің орнына апарып нешені қоям? 2 түбір асты 2-ні қоям. Көбейтілген жақшаның ішінде косинус дейміз. Теттаның орнына 135 градус жазамыз. Плюс I синус теттаның орнына тағы да 135 градусты жазамыз. Сонда біздің жауабымыз міне, біздің комплекс санымыз мынандай тригонометриялық түрде жазылады екен.